Жамбыл облысы Шу қаласы 17 апрель 2026 жыл. Міне бұл бізде Шу өзен жағасы. Міне Көктөбе ауылының өскеннен тұсы. Міне топырақтың бәрін, құм решканың бәрін, құмның бәрін, жағасын бәрін өстіп аударып кеткен. Қазып міне катпен. Мына анау жерден фазенданың астындағы не бола ма осылай табиғатты құртуға. Сіздердің назарларыңызға осылай решканың жағасын бәрін, Шу өзенінің жағасын бәрін осылай құртқан. Міне решканың өзеннің бәрін, талдардың бәрін сындырып, мына жердің бәрін қазғылаған. Міне осылай. Бұл жалғыз жер емес, бүкіл решканың жағасын осылай. Сіздер пока анау күресіп жатқан кезде, Талғат Оспанов, начальница, сіздер күресіп жатқан кезде, ана жақта решканың өзенің, Шу өзенінің жағасын бәрін осылай қазып кеткен. Күресіп жатырсыздар дейсіз ғой. Міне осылай осы жерлермен неғып күреспегенсіздер. Қайсы нәтижесі, қайсы? Осының нәтижесі. Қараңыздар, қадағалаңыздар. Мына жердің бәрін қазып кеткен. Талдың бәрін қиратып, тамырымен осылай қазғылаған. Жалғыз бір жер емес, бұл Жамбыл совхозының өткеннен кейін фазенданың тұсы, Көктөбе ауылының өткеннен кейін осындай. Мына жағы міне осындай. Астынан суын шығарып, қазғылап, бәленбай ГАМАЗ құм алып кеткен. Міне осылай. Кім кінәлі бұған? Жамбыл совхозының әкімі кінәлі ма, участковый кінәлі ма? Кім кінәлі бұған? Іздеп жатқан кім, іздемеп ұстамаған кім кінәлі бұған? Осынша құмды бәрін, Шу өзенінің жағасын бәрін қиратқанға дейін қарамаған кім кінәлі маған? Не істейсіздер? Көмесіздер ма, не істейсіздер? Шу өзенінің жағасының бәрін осылай қазғылап кеткен. Мына жағында осылай қазғылаған. Мына жердің бәрін түнімен каттар жүріп, түнімен осы жерде өткенде вызов бердім, наряд бердім. Гаишник бір сағат, бір жарым сағаттан келеді, оған жеңіл көлікпен неға кіре алмайын дейді. Мына осылай түнімен осы жердің бәрін қазғылайтын. Осылай. Бұл Шу өзенінің жағасы. Қазір ана жағында тағы да қазып кеткен жерлер бар. Көрсетім боламын. Бүкіл Шу өзенінің жағасын бәрі осылай құртқан, қазып. Қараңыздар, қазақ елі табиғатқа ешкім жаны ашып жатқан жоқ. Бұл тек өзінің, өз қарабасының пайдасын ойлап отыр. Апарып құмды сатады, болды. Халыққа не болса болсын, табиғатқа ешкім жаны ашып жатқан жоқ. Міне осылай. Міне қараңыздар, міне. Мен айтсам сіздерге өтірік болар, міне. Міне талдың бәрін қиратқан. Міне табиғаттың бәрін құртқан. Міне сіздерге дәлел. Міне табиғаттың бәрін қиратқан. Ана жердің бәрі тал жатыр. Талдың бәрін қиратқан. Ана жағын бәрін осылай қиратқан. Табиғаттың бәрін. Міне ана жағын бәрін сындырған. Осындай міне ана жағы да сынған. Қазір көрсетейін сіздерге. Жақындатып. Міне осындай. Міне осылай қиратқан табиғатты. Оған кім кінәлі? Мына екінші жағы. Айтып отырмын ғой, осы Шу өзенінің жағасы, Шу өзенінің жағасын бәрін, құмын бәрін осылай қазғылаған. Міне жағасының бәрін осылай қазғылап, күнімен, түнімен құм тасыған. Бәленбай ГАМАЗ. Ана жағы бар, мына жағы бар. Қазір осылай жағалай берсеңіз, барлық жерін осылай қазып кеткен. Шу өзен. Астанадан арнайы жасақ келмесе болмайды, Шуға күресу керек. Шу өзен заңсыз құм тасымалдаумен. Құмның бәрін сонда, ана жақтан камера бар, ата тұр жақта. Бәрін
көріп отырсың, машина штраф түсіп жатыр, машиналар штрафқа. Сол камерадан көрмейсің, кім өткен, кім өтпеген болды ғой. Түнде ұрлайды осының бәрін, құмның бәрін. Күндіз ұрлайды, қалған канал Белбасы жақта күндіз ұрлап жатыр құмның бәрін. Міне осылай. Қарап қадағалаңыздар. Бір аптаның ішінде ұстап алуға болады ғой, кез келген. Бір-ақ апта. 7 күн ішінде кез келген ұстап аласыздар. Әкеп кіргізіңіздер, стоянкаға штраф төлеткіңіздер, болды. Ешкім тасымайтын болады сосын. Қиратпатына табиғаттың бәрін мойнына салыңыздар. Кім қиратынан бәрін, табиғаттың бәрін құртты. Талдың бәрін кім қиратынан. Көкпеңбек талды құртқан. Табиғат қорғау орталығы, қараңыздар. Сіздерге осындайға кім жол берді? Кім жол берді? Қараңыздар. Сосын мына өзеннің жағасын бәрі мусор. Мусор тастаптан оны көрсететін боламын. Осылай қорғайсыздар ма табиғатты? Бұл қазір әшейін бірінші бөлімі бұл. Қазір көрсетемін, неше бөлімі бар екен. Ал сіздер назарлан, қазақ ел.